қыздар, мінекей қараңыздар, замогымды осындай қоңыр түс алыппын, өйткені көк түс жоқ деді, еш жерде таппадым. Өкінішке орай, енді молниямыз осындай түс болады. Оны енді білдірмей тігуім керек енді. Видеодан алыстамаңыз, мастер-класс соңына дейін көріңіздер. Күшті лайфхактер өзіңізге керекті жағдай кеңестерді түртіп отырыңыздар. Түсінбеген жерлерді жаза отырыңыздар, комментарийге мен жауап беруге тырысамын. Қыздар, мінекей мен жаңа үлкен жастығымның қабын өлшедім. Оның мінекей ені 54 екен, плюс 1,5 сантиметрден есептегенімде міне 55,5 болды. 55,5. 55,5 қосу 55,5, екі жағы ғой енді. Сөйтіп есептейсіздер. Міне мен бір бетін ғана өлшедім. Міне 55,5-ді қосамыз, екіге көбейтеміз, сонымен 1 метрде 10 сантиметр болады. Ал былайынан 74 болды, екі жағына 1 сантиметр, міне плюс 2 тігіске кетеді. Общий 110-ға, міне, 110-ға емес, 111,5-ға 76 бола ма? Сондай болады. Мынаны екіге көбейтесіздер ғой. Сосын кішкентай мына розовый жастықтарым 54-ке 54 екен. Болды, мұны дәл сөйтіп аламыз. Ал құрметті көрермендер, мінекей көріп отырғандарыңыздай, мен енді жаңа есептедім. Міне бір жағы 55,5, ол однотонный велюр болады. Бір жағы 55,5-ді мынандай вышивкамен аламыз. Соны ұмытпауымыз керек. Енді общий велюр, егер сіз бір вышивкадан я мынадан істейтін болсаңыз, 152-ге 110 мата кетеді екен. Міне мына жағынан 76-ны қостым. 55,5 мен 55,5 қосқанда 111 болды. Түсінікті болған шығар. Ал енді пішуге кірісеміз. Ең бірінші біз қазір 76-ға 55,5-ді 3 мынандай однотонныйдан пішіп аламыз. Мына үлкен жастығымызды пішіп аламыз. Бірінші әр уақытта ең үлкен размердегі заттан бастаймыз. Соған жету керек, қыздар. Мата. Кішкентайын кейін, бірінші кішкентайын істесек, үлкеніміз құрама штат болып кетеді. Сол үшін әрдайым үлкен заттан бастаймыз. Размері ауқамды, сондай заттан бастаймыз. Ауқымды. Мінекей, құрметті көрермендер, мен былайынан төсеп алдым. Қайталай кетейін, ені 2,80, 1 метрлік однотонный велюрді мен осылай қойып шықтым. Не 4 қабат қылдым. Мінекей 4 қабат қылып қойдым. Өйткені міне мына жағынан тағы бетіп, міне былайынан не көріп тұрған шығар. Енді осының ворсына мән береміз, қыздар. Қазір біз простой карандашты алып белгілеп қоямыз. Ворсты қай жаққа қарап тұрған, міне. Яғни ворс міне мына жаққа екен. Өзімізге белгілеп стрелка жасап қоймасақ, шатасып кетеміз. Мінекей. Осылай қылып қойып алдық міне стрелкамызды. Жастықтарымыз бір түсті болу үшін, қыздар, ворсына стрелка қойып қойдым. Бізге бұдан үлкен жастығымызға, мінекей мына үлкен жастыққа 3 керек. Тек артына. Содан кейін 3 вышивкасымен керек. Мінекей. Құрметті оқырмандар, көрермендер, мінекей қараңыздар, мына жағынан мына матамыз созылады. Сол үшін біз 76 қылып аламыз, өйткені созылады. Ал мына жағынан созылмайды матамыз. Сол үшін 1 сантиметр мен қостым. Жаңа 55,5 еді ғой, 1 сантиметр болғанда миллиметр қостым, 5 миллиметр. 56 қылдым. 55,5 ғой мына жағынан. 55,5 емес, 56 қылып алдым. Өйткені созылмайды, на всякий случай деп екі жағына
0,5-0,5-тен 1 сантиметр болып тұр енді запасқа. Ал мінекей құрметті көрермендер, қыз келіншектер, міне мен ручкамен сызып қойдым сіздер үшін көрінсін деп. Енді қазір осыны бірден пішіп аламын. Аллаға шүкір, мінекей қыздар, мен пішіп алдым. Енді осыны 3 штук істетіп алуым керек. Бірдей ворста болу керек. Мінекей. Мынаның ортасын бөлсек, міне. Дәл қақ ортасына міне сызығы тұр өзінің. 2 жастық болды уже. Бірдей ворста, кейін шатаспай тігеміз, қыздар. Мінекей кесіп алдым. Енді ворсқа неге мән беру керек екен? Енді түсініп атқан жарсыздар, е? Мінекей мынау ар жақ қарап тұр, мынау бер жақ қарап тұр. Ал бірдей болу үшін мінекей осылай болу керек. Әне. Осылай қойып дайындап аламыз. Мінекей екеуі дайын. Енді мынадан тағы біреу аламын, біреу істеп аламын. Қыздар, мынаусын қазір кішкене жастығымызға жетпей қалса істетіп жібереміз, болмаса тағы бір неуеме болашақта бір мастер-классыма жаратып жіберемін. Мінекей біреу, екеу, мынаумен міне үшеу, міне ворстымен әдемілеп дайындап қоямыз тігуге, міне. Және де қыздар, бұл жерде 0,5-тен 1 сантиметр мен мына жағынан алғаным дұрыс болғаны, бұл еще созылмайды бір жағынан. Ал екінші, бұрынғы ана чехолын мен өлшегенімде ол тұтас еді ғой. Бірден ұзыннан бетіп қайра салған еді. Біз бұны тағы тігіс жібереміз ғой үстінен. Вышивкамен тігеміз ғой. Вышивкасы бар матамен ортасынан тігіс жіберген, тігіске де кетеді екен ғой. Соны да ұғу керек. Мінекей двухцветный болғаннан кейін. Двухсторонний болғаннан кейін жастығымыз, міне. Ал мінекей однотонный велюрымды дайындадым. 3 штук. Үлкен жастыққа дайын. Міне былай қойып қоямын. Енді кішкентай жастықтарымыз, оны бірден осылай мына жағынан қиналмастан, міне дайын тұрған жерінен қиып аламыз. Мінекей қыздар, мен мынауымды пішіп алдым кішкене жастықтарыма. Міне мына жастығымның бұл арты болады енді. Енді қазір қараймыз. По ворсту. Ворст жағы бірдей болу керек. Міне біреу, екеу. Және мінекей үшеу. Міне 3 жастығыма дайын. Ал менде мынау ауыз қалды, міне. Өзімнің тағы бір мастер-класстарыма, жай намаздарыма істетіп жіберемін. Және де мынандай ұзыннан мынаны специально осылай қалдырдым, қыздар. Неге? Өйткені маған ұзын 4 сантиметрлік полоска керек. Кейін бір дивандектердің, стёганый велюрлардың айналасын тігіп шығуға қажет болады деп, именно осы жағын ұзыннан қалдырған себебім осы, мінекей. Бұл жерде де ворстына қарай қазір стрелочкаларымызды қойып аламыз карандашпен. Содан кейін бізге оңай болады бірден однотонный велюрымызбен сәйкестендіріп тігіп жіберуге. Ең болмаса кейінді 3 жастығымызды қаптап тіккеннен кейінді, біреуіне замок тіккен кезімізде 3 түрлі болып светофор болып кетпеу үшін бізге ол нәрсе керек. Сол үшін ворстқа мен всегда айтамын, мән беріңіздер деп. Мінекей бірден сызып алдым, қыздар. Бұның да созылатын жағынан ровна қылып алдым, ал созылмайтын жағына кішкене қостым, бағанағыдай айтып кеткендей, міне. Бірден міне. Кішкене жастыққа, үлкен жастыққа. Енді қазір осыны пішіп аламын. Ал мінекей қыздар, мен 3 штук жастығымның кестелі бетін әдемілеп пішіп алдым. Көрдіңіздер, қалай оңай және тез. Енді қазір кіші жастығымның мынау енді ауысып қалды. Тағы бір жастықтарға істетіп жіберуге болады, мінекей мынандай. Ал енді қыздар, мінекей кіші жастықтан бастаймыз, өйткені оның молниясы жоқ. Оны зырылдатып 3 жағын тігіп, жастығымызды салып тігіп тастаймыз. Ол үшін міне созылатын жағы сәйкестендіріп аламыз бірден. Мынау жағы созылмайтын жағы бірдей болады, міне размері. Сол үшін бірден осылай тігіп аламыз. Мінекей.
Енді бұл велюрдің көзі бар әрине, сол үшін бір-екі жерлеріне инені тығып алған жөн. Неге? Әр жерлеріне ине тығып тастасақ, жылжып кетпейді. Ал енді құрметті оқырмандар, сіздерге просто көрсетіп кетейін. Мінекей әр жеріне мен булавка тығып, тайып кетпеу үшін мінекей осылай қылып алдым, беттестіріп. Енді жастықты тігу енді оңай ғой, міне пығылып тігіп, жастығы жіберіп, мына жағын тігіп жібересіз. Бұның видеосын түсірмей ақ қояйын, тек қана түсіндіріп кеттім. Уақытымызды құртпай ақ қояйық. Ал енді қазір мына замогымызды тігу үшін, қыздар, біз бірінші ворстымызды тексеріп аламыз. Міне стрелкамыз тұр. Дұрыс, осы жағы асты болады, мына жағы бас жағы болады. Сол кезде біздің жастықтарымыз үйлеседі, бірдей түсте болып. Ал енді қалай бастаймыз? Мінекей. Мынау міне біздің астымыз десек, мына молниямызды былайынан қойып, былайынан тіксек, міне былай болады ғой, сол үшін осылай қойып аламыз. Міне ашамыз, молнияны терісінен қоямыз бетпе-бет. Мінекей мына жағында былайынан қоймаймыз, қыздар, былайынан қоймаймыз еш уақытта. Міне артығымен. Енді мына жер тайып кетпеу үшін, мына жерді инемен бүйтіп бекітіп қоямыз. Өйткені мына жағын тігеміз ғой, қазір тігіп баратқан кезде мынау тайып кетуі мүмкін. Міне осылай ұштастыра отыра, міне сәйкестендіріп тігіп аламыз мына жерге дейін, кейін артық жерін қиып тастаймыз. Ал кеттік. Міне мына жерінен бастаймыз, өйткені басынан кейін закреплять етеміз, қыздар. Мына жағынан бастаймыз. Қыздар, енді міне молниямызды, мына замогымызды қойғаннан кейін, мына жағын міне тігіп алғаннан кейін, былайынан тігіп алғаннан кейін, былайынан аударамыз да, міне үстінен тағы бір шоп жүреміз. Мынау енді қоңыр цветін жасыру үшін, былайынан тыға отыра, ішіне түзей отыра тігеміз. Ал мінекей міне, мынау астыға кетеді, мынандай қылып аламыз, былайынан тігіп шығамыз енді. Мінекей, мына жағынан былайынан міне молниям тығылып қалды. Керемет болды. Енді мына жағына автоматически бағанағыдай қоямыз. Ұштастыра отырып. Ұштастыра отыра қойып аламыз. Былай қарап тігіп кетеміз енді. Дәл солай, қыздар, мінекей мынау тігіс, сәл былайынан қойып, мынаның үстімен бір тігіп шығамыз. Мінекей, қыздар, мен тікпей атырып, жан жағын тікпей атырып, бірінші молниясын тігіп алдым. Енді мен мына жерлерін бірінші бас жағын тігіп аламын. Содан кейін барып екі жағына түсемін. Ал мінекей, құрметті көрермендер, біз жастығымызды былайынан апардық та, мінекей мына замокты былайынан тығып жіберіп, тігіп қойдым. Это пока. Енді мына жерімізді бетеміз. Бетіп қойып, енді мына бұрышты мына жағынан тігіп жібереміз. Бұрыш шошаймай керек. Сол үшін осы бұрышты тігіп жіберемін. Енді дәл осылай қылып, мына замок тұрған жерді де, міне, дәл солай қыламыз. Үш бұрышты қылып. Мына жақтарымызды ашып аламыз да, дәл осылай қылып, мына жақтан мына жаққа жүреміз.
мінекей. Енді мына бетіне. Мына бетінді дәл солай қылып мына жағына түсіремін қазір. Ал құрметті көрермендер, мен замогымды сәл ашып алдым. Мына жағынан енді тігіп кетемін. Мына инелерін алып тастаймыз. Жылжып кетпеу үшін басында қыстырып алдық қой. Мінекей. Әр жерінен мен инемен тоқтаттым. Сонда мынандай қылып не? Мына екіншісі, мына үшіншісі бәрін дайындап алғанмын. Құрметті көрермендер, мінекей мен замогымды ашып қойып, енді диванымның жастығын салып көремін. Күшті болды, қыздар, не? Диванымыздың бір жастығы дайын болды. Қалай өтті? Мынау енді розовый диванның жастығы, төрпішті білесіздер, үш жастықты біз осылай бітірдік. Енді қазір үш осы тікбұрышты жастығымызды бітіріп шығарамыз. Мінекей, қараңыздар. Міне молниясы. Әдемі керемет тегіс тігілді.